Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 107-ші сабақ өткен шақ тақырыбын өтеміз. Бүгінгі сабақта мәтіннің қатесін тауып, түзетіп жаза аламыз және де етістікті өткен шақта қолданылатын боламыз. Олай болса балалар, сабағымызды бастаймыз. Бізге берілген бірінші тапсырма ол мәтінді қатесіз көшіріп жаз. Адам ерте кезден-ақ ғарыш денелерінің жердегі құбылыстарға әсерін білуге тырысқан. Ғарышқа жол 1954 жылы 4 қазанда ашылды. Бұл күні бұрынғы Кеңес одағында жердің жасанды серігі ұшырылды. Етістіктерді тауып, қашан болған істі білдіретінін, қай жақта тұрғанын айт, оларға сұрақ қой. Балалар, мәтіндегі етістіктер білуге тырысқан, ашылды, ұшырылды деген сөздер. Ал енді балалар, мәтіндегі етістіктерді талдайық. Бірінші етістік бізде білуге тырысқан деген сөз не істеді деген сұраққа жауап береді. Үшінші жақта тұр және де өткен шақта орын алған іс екенін білдіріп тұр. Яғни бұл өткен шақ. Ашылды, не істеді? Бұл сөзде үшінші жақта өткен шақта тұр. Ұшырылды, не істеді? Үшінші жақта және де өткен шақта тұр. 13-ші жаттығу сөздерді тиісті жіктік жалғаумен сәйкестендіріп жаз. Етістіктердің қашан болған істі білдіретінін және қай жақта тұрғанын айт, оларға сұрақ қой. Балалар, мен биледім бірінші сөз, мен не істедім? Мен биледім. Яғни бұл бірінші жақта жекеше түрде өткен шақта тұр. Сен биледің. Сен не істедің? Сен биледің. Бұл екінші жақта жекеше түрде өткен шақ. Сіз биледіңіз. Сіз не істедіңіз? Сіз биледіңіз. Бұл жерде балалар жекеше түрде сыпайы түрі, өткен шақ болып саналады. Ол биледі. Ол не істеді? Ол биледі. Үшінші жақ жекеше түрде өткен шақта тұр. Көпше түрін қарастырайық. Біз биледік. Біз не істедік? Біз биледік. Бұл көпше түрде бірінші жақ өткен шақ. Сендер биледіңдер. Сендер не істедіңдер? Сендер биледіңдер. Бұл көпше түрде екінші жақта тұр және де өткен шақ. Сіздер биледіңіздер. Сіздер не істедіңіздер? Көпше түрде сыпайы түрі өткен шақ. Олар биледі. Олар не істеді? Олар биледі. Көпше түрде үшінші жақта тұр және де өткен шақ. Ережені есте сақтаңыздар. Өткен шақ етістіктері іс-әрекеттің бұрын болғанын білдіреді. Мысалы, оқыды, келіпті, айтқан. Өткен шақ етістіктері не істедім, не істедің, не істеді деген сұрақтарға жауап береді. 14-ші жаттығу берілген етістіктерді өткен шаққа қойып, сөйлемдер құрап жаз. Оқы, қатыс, біл деген етістіктер берген екен. Енді осы етістіктерді қатыстырып сөйлем құраймыз. Мен қызықты кітап оқыдым. Марал білімділер сайысына қатысты. Қасқыр жыртқыш аңға жататынын білдім. Балалар, 15-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Мәтіннің қатесін түзеп жаз. Аз уақыттың ішінде ол сарапшылар тарапынан жоғары бағалды. Әуелі Тоқтар ғарышкерлер тобына дайындыққа қосылды. Тоқтар ер тұлғалы, жаны жайсаң азамат. Балалар, бұл жердегі қате сарапшылар сөзінде П әріпі жазылу керек. Бұл жерде Б әріпін жазған, соны түзедік. Және де Тоқтар, әуелі Тоқтар деген сөйлемде Тоқтар адамның аты кішкентай әріппен жазылған, оны біз үлкен әріппен жазып қатесін түзедік. Етістіктерді тауып, қай шақта тұрғанын айт. Балалар, мәтіндегі етістіктер алды, қосылды деген сөздер. Бұл етістіктер өткен шақта тұр. 16-ші жаттығу екі бағандағы етістіктерді салыстырып, бір-бірінен өзгешелігін дәлелде. Танысты, үйренді, тыңдады, шақырды. Бұл іс-әрекеттер орындалып қойған етістіктер, яғни осы уақытқа дейін болып қойған іс-әрекет, сондықтан бұл өткен шақтағы етістіктерге жатқызылады. Танысып жатыр, үйреніп жүр. Тыңдап отыр, шақырып тұр. Бұл етістіктер дәл қазір болып жатқан іс-қимылды білдіріп тұрғандықтан осы шаққа жатады.
17-ші тапсырма кестені мысалдармен ауызша толықтыр. Қазір орындалып тұрған қимыл, ол сөйлеп тұр, бара жатыр деген қимылдар, иә? Ал бұрын орындалған қимылдар оларға оқыған, келген, барды деген сөздер жатқызылады екен. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сабақ түсінікті болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Ал егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, Зерек бала 2 каналына тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.